Ұйымдастырушылық құрылым әрбір элементтің тиімді жұмыс құру үшін қызметкерді оқытып, жұмысты тиімді ретке келтіру керек. Туризм индустриясының ерекшелігі қызметкердің өзі тур өнім бөлігін құрайды. Сондықтан туризмдегі басқарушы, иеленуші күші қонақ үй қызметкерлерін басқаруға бағытталу керек. Сонымен қатар, персоналды таңдау барлық ұйымдастырушылық құрылымды жалпы, яғни белгілі бір бөлімде, немесе жалпы, не жекелей қонақ үйлік кәсіпорын ұйымдастырушылық құрылымы ортасында жұмыс жасайтын болашақ қызметкер игеру қажет. Кәсіби дағдылар анықталатын әрбір буынды қалыптастырады. Ұйымдағы қызметкерлерді дамытудың классикалық бағдары. Қызметкерлерді дамыту өзара байланысты әрекеттер жүйесін білдіретін стратегияны өңдеу, сол не басқа біліктіліктегі кадр қажеттіліктерін болжау және жоспарлау, мансапты басқару мен кәсіби өсу, кәсіби өсуі, бейімделу үрдісін ұйымдастыру, оқыту, тренинг, ұйымдастырушылық мәдениетін қалыптастыру элементтері болып табылады. Сонымен, қонақ үй саласы ұйымдар үрдісіндегі кадрлық қызметшіні дамыту мақсаты белгіленген. Әлеуметтік экономикалық нәтижеге жету үшін жұмысшылардың еңбек әлеуетін жоғарылату болып табылады. Нәтижесінде кадрлық топпен жоғары білікті қызметкер құрылып, қойылған мақсаттар мен міндеттер шешіледі және қызметкерді даярлауда алдын алу жүзеге асырылады.